Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен панкейки жасайтын боламыз. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар: қолжетімді ұн, айран, сұйық май, қант, жұмыртқа және де сода қажет болады. Ыдысымызға ең алдымен айранымызды құйып аламыз. Айран міндетті түрде бөлме температурасындай жылы болуы қажет. Айранмен бірге біз содамызды араластырамыз. Өздеріңіз білесіздер, ас үй содасын кез келген нәрсеге қоссақ, оның яғни көпіртетін қасиеті бар, иә. Сол сияқты айранмен екеуін бір-біріне қосқан кезде өздеріңіз байқайсыздар, көпіршіктер пайда бола бастайды. Ол қалыпты жағдай. Енді осыны жақсылап араластырып болғаннан кейін міндетті түрде 10-15 минутқа қойып қойыңыздар. Көтеріледі. Сол үшін кең ыдыста істеңіздер, иә, сыртына ағып кетпеу үшін. Енді 2 жұмыртқамызды аламыз. Жұмыртқа бөлме температурасындай жылы болу керек болды. Қантпен бірге жақсылап тұрып екеуін араластырамыз. Қант пен жұмыртқаны араластырған кезде міндетті түрде ағарғанша, қанты толықтай ерігенше ерінбей араластырыңыздар. Егер сіздерде миксер болмаса, қолмен араластырыңыздар. Миксер болса, миксермен араластырыңыздар. Себебі қант пен жұмыртқа міндетті түрде аппақ боп ағарғанша көпіру қажет. Міне, мынандай. Қараңыздаршы, міне. Осыншалықты көпіргені жақсы. Енді менің айраным мен жаңа содым екеуі араласқаннан кейін 10-15 минуттай қараңыздар. Бұл да міне көпіріп дайын тұр. Енді осыған жаңағы дайын болған жұмыртқа мен қантты араластырдық қой біз жақсылап тұрып ағарғанша. Осы екеуін бірге қосып айранмен енді жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Жұмсақ сондай масса пайда болады бізде. Осы кезде 1 стакан ұнымызды електен өткізіп дайындап қоямыз, қосатын боламыз. Ұнды қосқаннан кейін домалақ жаңағындай комоктар пайда болып қалмау үшін міндетті түрде жылдам тезірек араластырғандарыңыз жөн. Егер де сіздерде жаңағындай домалақ комоктар пайда болып, ол кетпей қоятын болса, кішкене тестаны бір 10 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Содан кейін қайтадан араластыруды жалғастыра беріңіздер. Енді ең соңында сұйық майды құямыз да, массамыз бір қалыпты, яғни сұп-сұйық болғанша жақсылап араластырасыздар. Міне осылай дайын болады. Дайын болғаннан кейін өте сұйық та емес, өте қою да емес. Осыны араластырып болғаннан кейін табамызды қыздырамыз да пісіруді бастап кетеміз. Менде осындай ыдыс, осымен осындай брожау құйсам, яғни бір панкейктің көлемі шығады. Табам қызды, ешқандай сұйық май қажет етпейді. Май құйып жатпайсыздар, тек қана табаларыңыз қызса болды. Өздеріңізге қандай көлемді панкейктер ұнайды, соншалықты көлем жасауларыңызға болады. Мен осындай өте үлкен де емес, өте кіші де емес, осындай форма алдым. Бір тапаға менде 4 панкейк еді. Енді сіздерде қалауларыңызша ыдысқа байланысты құйып пісіре бересіздер. Панкейктер пісетін кезде байқайсыздар, басында осылай беті өзгеріп, мынандай пузырькалар пайда болады. Ол деген уже екінші жағына аудару керек деген сөз. Міне қараңыздар. Міне қандай керемет болып пісіп шықты, сондай жұмсақ, нәзік болып піседі бұл. Сондықтан міндетті түрде осылай жасап, осылай пісіріңіздер. Таңғы асқа балаларға керемет, және де мектепке алып кетсе де керемет қой балаларға. Енді бұны бал мен шоколадпен ұсынсаңыздар болады. Менде таза бал бар екен, сол балды ерітіп осылай құйдым. Осымен біздің панкейктеріміз дайын, керемет болып шықты. Ас болсын, бірге жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де осы видео ұнап жатса жақындарыңызбен бөліссеңіздер.